Сәлем достар, сіздермен бірге осындай жұмсақ, нәзік, әдемі болып шығатын бөлкелерді бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге ертілген сары майымызды қосып, тұзымызды салып, аштығымызды салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа аштығымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Содан соң араластырып, ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Енді бетін жауып, 40-50 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Творогқа секерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Мінекей қамырымыз да көтерілді. Енді дәл видеодағыдай жасап, мен 60 граммнан кестім. Сіздер өз қалауларыңызша 40 немесе 50 граммнан кессеңіздер болады. Енді дәл видеодағыдай форма жасаймыз. Енді сыртына әдемілік үшін жұмыртқаны жағамыз. Мак немесе кунжут сепсеңіздер болады, немесе ештеңе сеппесеңіздер де болады. Енді пешке 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей бөлкелеріміз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, нәзік, жұмсақ. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Нұргүл. Назарларыңызға рахмет.